Жаңа оқу жылында тағы да бірнеше жаңашылдық бар. Қазақша оқитын сыныптарда балалар енді тек қана қазақ тілін пән ретінде оқитын болады. Одан кейін екінші сыныпта орыс тілін оқи бастайды. Үшінші сыныпта оған ағылшын тілі қосылады. Ал орыс тілінде оқитын сыныптарда бірінші сыныпта қазақ тілі мен орыс тілі болады. Және де үшінші сыныпта оған ағылшын тілі қосылатын болады. Осындай өзгерістерді біз бекітіп, биылғы жылғы 1 қыркүйектен бастап оны енгізе бастаймыз. Жуырда өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында өскелең ұрпақты дамыту үшін қосымша білім берудің маңыздылығына ерекше тоқталды. Ол осы мақсаттарға бөлінген қаражат мемлекет үшін басты инвестиция болуы тиісті екенін ерекше атап өтті. Бүгінде 1,5 мың ұйым, 63 мың үйірмелер мен спорт секциялары қосымшама білім берумен айналысады. Нәтижесінде 70% балалар қосымша білім берумен қамтылған. Келесі жылы бұл көрсеткішті 80%-ға дейін жеткізуіміз керек. Перед нами сейчас стоит очень важная задача по увеличению заработной платы педагогов дошкольных организаций образования. Поэтому мы сейчас проводим несколько пилотов, 2 воспитателя на одну группу. Когда 2 воспитателя с утра до вечера работают в одной группе, на одного воспитателя приходится порядка 12-13 детей. Значит, для детей это больше внимания, для педагогов это уменьшение нагрузки и самое главное, почти 2-кратное увеличение заработной платы. Колледждерге академиялық дербестікті бердік. Әр қарай осы жұмысты, осы саясатты жалғастырамыз. Биыл жылы біз ең бірінші рет нақты колледждердің өзіне емес, мемлекеттік тапсырысты. Біз мемлекеттік тапсырысты мынау кәсіпорындардың өздеріне бере бастадық. 180 колледждер қазір тіпті басқа жағдайда.